Әбубәкір Гүлайым Айбекқызы 1998 жылы 29 мамырда киелі Ұлытау жерінде дүниеге келді. Бала кезінен жаны поэзияға жақын тұрды. Поэзияны жанына тұмар еткен Гүлайым бүгінде бірнеше өлеңдердің авторы. Жезқазған қаласындағы Өмірхан Байқоңыров атындағы университеттің 2-ші курс студенті. Жезқазған қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы кітапханадағы Жас толқын поэзия клубының мүшесі. Абай және Махамбет оқуларының бірнеше дүркін жеңімпазы. Ақындық өнердің өкілі үміті, жас талапкер. Өлең жазуға құлшынысы бар талантты оқырмандардың бірі. Қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша өткен олимпиадада қазақ хандығының 550 жылдығына, ассамблеяға 20 жыл толуына орай шығармашылық байқаулардың иегері. Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерекесіне орай өзінің «Тәуелсіздікке 25 жыл» атты өлеңін тарту етпек. Тәуелсіздік тұғырындағы өткен күндер өкінішті, арайланған әрбір атқан таңымен бірге бағып 25 жыл тәуелсіздік атқаннан бүгіндерім бұғанасы таптар таумен табанынан танытқанбыз өзімізді қалай. Міне бүгін тәуелсіз ел болдық, бейбітшілік келісімге қол қойдық. Өрге қарай өрмелеумен үнемі өзге елмен терезесі тең болдық. Болған менен бай мемлекет қоры мол, бұлыңғырлау болды бірақ барар жол. Жарық болған қараңғыда халыққа, бұл бағытта елбасының рөлі зор. Қазақстан солтанып бүгінде өсіп келет өркен жайып күніне. Әлем танып мойындаған елдердің бізге мәлім айналғаны біріне. Тәуелсіздік мәңгі биік тұғырым, шығарады сенбей жоққа мұнықым. Сан-сананы самал желге сүйдіріп, сарқып берген елге судың тынығын. 25 жыл артқа тастап елестім, қаншама рет судан бері жыл өтті. Еркіндігі етегінен ерген соң, тіршіліктің төбесіне гүл өсті.